күн. Мен Сұрағанов Демир Шоқанұлы, нөмір 7-ші мектеп-лицейінің директоры. Бүгінгі күні біздің мектебіміздің аумағында облыстық математиктер форум өтуде. Бұл әрине өте үлкен іс-шара деп айтуға болады, себебі ғылымдардың атасы математиканы нақтылау, зерделеу, оның шешілмеген мәселелерін талқылау өте орынды, өте маңызды іс-шараның бірі деп есептейміз. Облысымыздың түкпір-түкпірінен келген ұстаздарымызға арнап, аудандық білім бөлімі бүгінгі күні ауданымыздағы үздік деген математик ұстаздарымыздың жұмыстарын, олардың әдістемелік жұмыстарын, ғылыми жобаларын, алғыс хаттарын жасап, әдемі көрме ұйымдастырдық. Бұл көрменің де бүгінгі біздің ауданымызға келген қонақтарға өте үлкен пайдасы тиеді деп ойлаймын. Форумға қатысушыларға сәттілік тілейміз біріншіден, екіншіден әрине форумның барлық адамдардың, барлық ұстаздарымыздың функционалды сауаттылығына, олардың білім саласындағы тәжірибелерін арттыруға үлкен септігі тигізеріне сенімдіміз. Осындай форумдардың аясында біз әрине мұғалімдер өзара тәжірибе алмасу арқасында балалардың оқуға деген құштарлығы, математика пәнінің өзектілігіне тоқтала отырып дамытатынымызға сенімдіміз. Смотря на сегодняшний форум, хочется сказать, вот у нас здесь сегодня собрались много учителей, педагоги со стажем, но самое главное – молодые учителя. И вот этот сплав молодости, искрометной энергии и жизненной мудрости, опыта дают ту силу, которая будет двигать наш предмет, нашу математику вперед. Хочется пожелать всем учителям, которые здесь присутствуют, которые нас услышат и увидят, дерзайте, не бойтесь. Математика – это наука мудрая, но это наука молодая. Можно все суметь, можно все успеть. И сегодня мы об этом говорим. Успехов всем в вашей работе!